Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздермен қазіргі уақытта хит болып атқан десерттің рецептімен бөлісемін. Өте оңай, жылдам, 2-ақ минутта дайын болатын десерт. Жылдам қонақ келгенде қонақ дастарханына қоя салсаңыздар болады. Алдымен осындай қаймақты, яғни дүкеннің қаймағын алдым. Бізге 15-20% қаймақ жарайды. Сол қаймақты алып, өздеріңізге керек мөлшерде қаймақты алып аласыздар. Мен тек шағын ғана жасайтын болғандықтан осы қаймақтың жартысын ғана алдым. Одан кейін сгущенка, яғни сгущенка алдым, қоюлатылған сүт. Бұдан да шама азғантай, яғни 1/1 порцияда дайындауымыз керек. Қаймақта, сгущенкада екеуде 1/1 порциямен болуы керек. Кейін араластырамыз жақсылап. Одан кейін бізге керегі тары. Тарыны сүтке неғып алсаңыздар да болады, бөктіріп алуға болады. Болмаса осы күйінде сала салуға болады, яғни ұзақ уақытқа дастарханға қоюға десеңіздер, жаңағыдай осындай құрғақ күйінде салсаңыздар да болады. Ал қазір жеуге десеңіздер, оны алдын ала сүтке или суға бұқтырып қою керек. Міне осылай тарыны да қосып араластырып алдық. Бәрін бірге бір келке алып араластырып аламыз. Осы мінекей десертіміз дайын. Енді бұған ірімшік қосуға болады, яғни кәдімгі қолдың қызыл ірімшігін қосуға болады. Егер ұнатпайтын болса, балдар жемейтін болса, онда оны қосудың да қажет жоқ. Мінекей мен тек қана азғантай ғана қостым, балдар жемейтін болсын. Сіздер егер не қылатын болса, молырақ, көбірек қоссаңыздар да болады. Дәмі жақсы, дәмді болып шығады. Осы десертімізді әдемі араластырып алып, өзіміздің десерт құятын әдемі ыдыстарыңызға құйып алып, одан кейін бетіне әртүрлі жаңағыдай не қылсаңыздар болады, сепсеңіздер де болады. Мен осы қызыл ірімшікті, осыны құйып алғаннан кейін қызыл ірімшікті құйдым. Жаңағыдай төркіден өткізіп алдым әдемілік үшін. Сосын тағы да біреуіне шоколадты, кәдімгі шоколадтан төркіден өткізіп әдемілік үшін жасап алдым. Олай да болады, өздеріңіз қалғандарыңызша бетіне әртүрлі төркіден өткізіп әрлесеңіздер болады. Мінекей осындай болып шықты, өте әдемі, дәмі тәтті болып көрінеді. Дастарханға қойған кезде де әдемі болып тұрады. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жасауды ұмытып кетпеңіздер. Шоколадтың да бетін, осылай десерттің бетіне шоколад сепсеңіздер де болады, әртүрлі қылып әдемілік үшін. Сонда өте әдемі көрінеді, әртүрлі болып тұрса әдемі де көрінуі мүмкін. Қара шоколад мысал үшін әдемі көрінеді, ірімшік те, қызыл ірімшік те әдемі көрінеді. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазуды ұмытып кетпеңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.